Күлсе, аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа, көзінен моншақ-моншақ маржан түсетін құс. Қиял ғажайып ертегі. Ерте заманда бір патша болыпты. Патшаның 3 баласы бар екен. Ең үлкенінің аты Асан, ортаншысы Үсен, ал кенже баласының аты Хасан екен. Хасан өте сұлу, ақылды, әрі батыр, ақ көңіл бала болып өседі. Патша ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір ғажайып құс көреді. Күлсе, құстың аузынан будақ-будақ гүл түседі. Жыласа, көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Міне, патша осы құсқа ынтық болады. Дереу орнынан тұрысымен Асан мен Үсенді шақырып алып, мен түсімде бір тамаша, өмірімде көрмеген құсты көрдім. Өзі өте сұлу, күлсе аузынан будақ-будақ гүл түседі, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Осы құсты қайдан да болса маған тауып әкеп бересіңдер деп бұйрық береді. Асан мен Үсен әкесіне қайдан болса да тауып әкеп береміз деп уәде береді де жол жүріп кетеді. Бұл оқиғаны Хасан білмейді. Хасан әкесінің Асан мен Үсенді күлсе аузынан гүл түсетін, жыласа көзінен моншақ түсетін құсқа жұмсағанын 40 күннен кейін барып біледі. Асан мен Үсенді осындай алыс жолға жұмсап, өзінің үйде қалғанына қапа болып әкесіне келеді. Әке, дейді Хасан, Асан мен Үсенді жұмсаған жаққа мені неге жұмсамадыңыз? Әлде маған сенбедіңіз бе? дейді. Патша, жоқ балам, олай емес. Мен Асан мен Үсенді өте қатерлі, қиын жолға жұмсадым. Ал сені ол қиын сапарға жұмсауға көзім қимады депті. Хасан әкесіне жалынып, сол құсты іздеуге разылығын алып, ел жұртымен қоштасып, екі ағасының артынан кетеді. 40 күн бұрын кеткен ағаларын Хасан қуып жетеді. Ағайынды үшеуі бір үлкен жолға түсіп жүре береді. Бір күндері бұлардың жүріп келе жатқан жолы 3 айырылады. Бір жол оңға, бір жол солға, бір жол тура бетімен. Әр жолдың басында үлкен тас тұр. Тастың бетіне ойып жазған жазу бар. Бірінші жолда барса келер. Екінші жолда барса мүмкін келер, мүмкін келмес. Үшінші жолда барса келмес деп жазылған екен. Асан барса келер жолына түседі. Үсен барса мүмкін келер жолына түседі. Ал Хасан барса келмес жолына түсіп жүре береді. Бірнеше ай, бірнеше күн жүргеннен кейін Хасанның алдынан үлкен қала көрінеді. Қаланың айналасында көп киік жайылып жүр екен. Хасанның осы кезде азығы таусылып, бірнеше күннен бері ас ішпей, ашығып келе жатқан кез екен. Киіктің біреуін атып алайын деп беліне асынған садағын алып кезене бергенде, киіктердің бәрі маңырап, Хасанды қоршап алып, мұңлы дауыспен шулап кетеді. Хасан киіктерді атпайды. Бұл жануарларға не болған деп ойлап, еш нәрсеге түсінбестен қаланың ішіне кіреді. Бір үлкен сарайдың ішіне кіріп, кім бар деп дауыстап еді, ешкім жауап бермеді. Жан-жағына қарап еді, бір алтын табақ тола қуырылған етті көреді. Әбден ашыққан Хасан етті жемекші болып, табаққа қолын сала бергенде, «Ей адамзат, тарт қолыңды!» деп, үсті басы алба-жұлба, тісі ақсиған, түсінен адам қорқатын бір кемпір келіп, бір нәрселерді айтып, аузын күбірлетті де жерді теуіп қалады. Осы кезде Хасан киікке айналды. Әлгі кемпір Хасанның мойнынан жетектеп, жаңағы маңырап, Хасанның алдынан шыққан киіктерге апарып қосты. Хасан адам түрінен айырылғанмен ақылынан адаспады. Көп киіктерден бөлініп, жаңағы өзі келген жолына түсіп, келген жағына қарай жүре береді. Бірнеше күн өткеннен кейін алдынан жаңадан соғылған үлкен сәулетті бір сарай көрінеді. Киік болған соң Хасан сол сәулетті сарайдың ішіне кіреді. Алдынан бір сұлу қыз шығып, киікке қарап, «Сен киік емессің ғой,
адамзатсың ғой. Егер де мен сені адам қалпына келтірсем, сен мені аласың ба деп сұрап еді, киік Қасан тіл қатпады. Қыз, сені киікке айналдырып жіберген менің залым анам ғой. Сенің тіліңді де сөйлетпей қойыпты ғой, деді де киік Қасанның бетіне бір уыс топырақ шашып жіберіп еді, Қасан бұрынғысынан да сұлу жігіт болып шықты. Қасан адам қалпына келген соң қызбен сыпайы амандасып, қызға үлкен алғыс айтты және де басынан өткізген тарихын баян етті. Қыз да басынан өткен кеткенін Қасанға айтып берді. Қыз, мен сол сені киікке айналдырған жалмауыз кемпірдің жалғыз қызы едім. Шешемнің адамға жасаған дұшпандығына төзе алмай, еншімді алып бөлек шығып едім. Мен өмірімде адам баласын көрмей, жалғыз өтермін деп қапалықта отыр едім. Құдай сені маған кездестірді. Мен сенің соңыңнан қалмаймын, дейді. Қасан, мен әкеме берген уәдемді орындамай, саған үйлене алмаймын, деді. Қыз одан, әкеңе қандай уәде берген едің деп сұрады. Қасан әкесінің түсінде бір тамаша құсты көргенін, күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетінін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетінін айтты. Сол құсқа әкесінің құмар болып, екі ағасын тауып әкеліңдер деп жұмсағанын, ағаларының артынан өзі өтініп, қандай қиындық болса да төзіп, қайдан да болсын тауып әкеліп беремін деген уәдесін айтты. Қыз Қасанның бұл сөзін естіп жылай берді. Сен бұл құсты іздейтін болсаң, маған жоқсың. Бұл құс менің құсым еді, адамша сөйлей алатын еді. Менен бұл құсты пері патшасының Гүлжамал деген қызы әкесімен келіп, әскерімен келіп тұрып алып кеткен еді. Ол перінің елін іздеп табарсың-ау, бірақ та құсты саған оңайлықпен алдыра қоймас, дейді. Қасан, мен қандай қиындыққа болса да төзуге тиіспін. Қандай да болса, құсты әкеме тауып апарып беру міндетім және борышым. Ал құсты аман-есен тауып алып қайтсам, алдымен саған келемін. Сенен басқа ешкімге үйленбеймін, дейді. Қыз Қасанның беттеген жағынан қайтпайтұғын білген соң, Қасанға рұқсат беріп жөн сілтейді. Батысқа қарай 90 күн жүресің. Одан кейін алдыңнан аспанмен таласқан биік тау кездеседі. Сен ол таудың ар жағына 90 күн дегенде өтерсің. Сол таудың арғы түбінде үлкен жалғыз түп бәйтерек бар. Сол бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Сені мүмкін сол самұрық перінің еліне жеткізер, дейді. Содан кейін қыз, менің залым шешем тірі тұрғанда екеумізді бірге өмір сүргізіп қоймайды, бір зиянын тигізеді. Менің шешемнің ажалы мынадан болады деп бір садақтың оғын береді. Қалай қарап атсаң да менің шешемнің маңдайына тиеді, дейді. Қасан садақтың оғын алып, көп кідірместен атып жібереді. Атылған оқ жалмауыз кемпірдің маңдайына тиіп, сол заматта өлді. Бұдан кейін Қасан қызбен қош айтысып, батысқа қарай жүріп кетті. Қыз айтқандай Қасан 90 күн жүріп, аспанмен таласқан үлкен тауға кездесті. Таудың ар жағында 90 күн дегенде зорға асып түсті. Үлкен жалғыз түп бәйтерекке келіп, саясында демалып отыр еді. Ей адамзат, бізді өлімнен құтқар, құтқар! Деп шырылдаған самұрық құстың балапандарының даусын естіді. Қасан, бұл мүсәпірлерге не болды деп қарап еді. Бір үлкен айдақар жылан балапандарды жұтуға әзірленіп, бәйтеректің басына қарай өрмелеп бара жатыр екен. Қасан көп ойланбай, дереу қынаптағы қылышын суырып алып, айдақарды бірнеше жерден шауып өлтірді. Самұрық құстың балапандары өлімнен аман-есен құтылғанын біліп, Қасанға көп рахмет айтты. Ашығып отырған балапандар айдақардың етін жеп тойып алды. Дәл осы кезде қатты жел тұрып, нөсер жаңбыр жауды. Қасан балапандардан, бұл не қылған жел, нелдеген нөсер, қандай жаңбыр деп сұрады. Балапандар, бұл жел емес, біздің анамыздың қанатының лебі, ал жаңбыр дегеніміз біздің анамыздың көз жасы. Біздің анамыз жылда осы бәйтеректің басына жұмыртқалап, балапан басып шығарады екен. Анамыз балапандарына тамақ іздеп кеткенде, жаңағы сіз өлтірген айдақар інінен шығып, біздің анамыздың басын шығарған балапандарын жеп, басып шығарған балапандарын жеп,
басты жеп қояды екен. Біздің анамыз келгенше қайтып ініне тығылып қалады екен. Қазір біздің анамыз аң аулап қайтып келе жатыр. Біздерді тірі көремін бе, әлде айдаһар жеп қойды ма деп жылап келе жатыр. Міне, жаңбыр емес, біздің анамыздың көз жасы. Біздің анамыз, деді балапандар, адамзаттың етіне сондай құмар. Сізді көрсе, дереу жұтып жіберуі мүмкін. Сондықтан сіз біздің қанатымыздың астына жасырына тұрыңыз, дейді. Қасан балапандардың қанатының астына жасырынды. Бір мезгілден кейін самұрық құс келіп бәйтеректің басына қонды. Самұрық құстың салмағынан бәйтерек иіліп жерге тиді. Балапандарының тамағына көп бұғы, киік, тағы басқа аңдарды алып келіп үйіп тастады. Балапандарының тірісін көріп, көз жасы тыйылып, қуанып кетті. Дәл осы кезде жадырап, күн де шығып, қатты жел де тыйылды. Бір кезде самұрық құс тамсанып жан-жағына қарай берді. Адамзаттың иісі шығады, сендер көрген жоқсыңдар ма, деді. Балапандар, егер сіз бір қасық қанын кешсеңіз, біз адамзатты көрсетелік, деді. Самұрық құс мақұл дегендей бас изеді. Балапандар қанатының астындағы қасанды көрсетіп еді, самұрық қасанды жұтып жіберді. Балапандар шыр-шыр етіп анасының тамағынан ұстай алды. Самұрық қасанды қайта тастады. Содан кейін самұрық балапандарынан, бұл адамзат сендерге қандай жақсылық істеді, деп сұрады. Балапандар, бұл адамзат айдаһарды өлтіріп, бізді ажалдан құтқарды, деді. Самұрық қасанға үлкен алғыс айтып, не жұмыспен келгенін сұрады. Қандай жәрдем керек, деді. Қасан басынан кешкен оқиғаны жасырмай тегіс айтып берді. Және перілердің жеріне жеткізіп тастауды өтінді. Самұрық мақұл деп жол қамына кірісті. Балапандарына өзі қайтып келгенше жетерлік азық жинап беріп, жолда жейтін ауқатын алып, үстіне қасанды мінгізіп, перінің жеріне қарай ұшады. Самұрық бір жет ұшады, мұхиттан өтеді, шөлден өтеді, от дариясынан өтуге жақындағанда жейтін тамағы таусылып, басы айналып, көзі қарауытқан самұрық қатты сасады. Ей адамзат, баратын жерімізге жете алмаймыз-ау, менің әлім құрыды, құлауға айналдым, дейді. Қасан дереу 2 санының етінен 2 жапырақ ет кесіп, самұрықтың аузына тосты. Самұрық қасанның берген етін жеп, күшіне келеді. Содан кейін самұрық қасаннан, бұл қайдан шыққан ет, сондай дәмді әрі күш беретін ет екен, дейді. Қасан, мен сізге санымның етін кесіп бердім, дейді. Самұрық қасанның 2 санындағы жарасын дереу қанатымен сипап еді, жара жазылып кетті. Осыдан кейін көп ұзамай-ақ самұрық пен қасан перінің жеріне келіп жетті. Самұрық, перілер бір ұйықтаса 40 күн ұйықтайды. Перілердің ұйықтағанына қазір 3 күн бопты. Мен сені осы жерде 3 күн күтемін. 3 күнде қайтып келмесең, мен саған қарамай-ақ ұшып кете берем, дейді. Қасан 3 күнде қайтып келуге уәде беріп, қалаға қарай кетеді. Қала өте сұлу екен. Ылғи алтыннан соғылған. Бұрын мұндай сұлу қала көрмеген Қасан қаланы тамашалап, құсты да, самұрықты да ұмытып кетеді. Қасан бір кезде қаланы аралап жүріп, бір үлкен тамаша соғылған сарайға кіреді. Сарайдың ішінде 40 қыз ұйықтап жатыр. Ар жағында оңаша бір бөлмеде алтын кереуеттің үстінде тағы бір қыз ұйықтап жатыр. Одан әрі тағы бір бөлмеге кіріп еді, жаюлы дастархан, неше түрлі тамақ. Тамақтан алып жейін деп еді, бір нәрсе шаңқ ете қалды. Ей адамзат, біреудің тамағын неге рұқсатсыз жейсің, деп күліп жібергенде аузынан будақ-будақ гүл түседі. Қасан қараса өзінің іздеп жүрген құсы екен, алтын қапаста отыр. Қасан қуанып кетті. Құсты алып самұрыққа тез қайтпақшы болып, құсқа ұмтылғанда құс шар ете түсті. Сен мені алып кете алмайсың. Егер мен ащы даусымен сайрасам, осы қаладағы ұйықтап жатқан перілердің бәрі оянады. Ал сенің бір мысқал етің, бұл жерде 1000 ділда тұрады. Мені ескертпеді деп өпкелеме, ендігісін өзің біл, деді. Қасан құсқа жалынып жылай берді. Жолда көрген оқиғаларын және де құстың бұрынғы егесімен қосылмақшы болып уәделескенін айтты. Құс Қасанның көңілін қимай, мақұл, мені алып кете ғой, бірақ жолда көрген оқиғаларыңды айтып, хат жазып, ана бөлек бөлмеде ұйықтап жатқан қыздың қалтасына сал, деді. Қасан құстың айтқанын орындады. Содан кейін құсты алып самұрыққа келді. Самұрық енді болмаса ұшып кетейін деп отыр екен. Қасан құсы мен самұрықтың арқасына мініп, көп қиындық көрмей, самұрықтың балапандарына аман-есен жетті.
Ар жағына жету үшін самұрық қанатының бір қауырсынын үзіп берді. Қасан құспен бірге самұрықтың қанатының қауырсынына мініп, уәделескен қызына келді. Қыз қуанып, Қасанды, құсты бар ынтасымен қарсы алды. Бірнеше күн демалған соң Қасан қызды, құсты алып, самұрық берген қауырсынға мініп, еліне қарай жүріп кетті. Бірнеше күн жүрген соң алдынан жаяу келе жатқан бір адамға жолықты. Қараса өзінің ортаншы ағасы Үсен екен. Жолда қаражаты таусылып, бір байдың малын бағып, күнін көрген, содан кейін еліне жаяу қайтып келе жатыр екен. Өзі әбден аштықтан азған, киімдері тозған. Қасан Үсенді суға түсіріп, үстіне жаңа киім кигізді, тамаққа әбден тойғызды. Сөйтіп өздерімен бірге қауырсынға мінгізіп келе жатса, Үсеннің қалінен де жаман азып тозған, мойны ырғайдай, биті торғайдай болған Асанға кездеседі. Қасан Асанды да Үсен сияқты тамаққа тойғызып, киіндіріп алып, қауырсынға мінгізіп алып жүреді. Бір күні бұлар бір жерге келіп қонады. Осы кезде Асан мен Үсен екеуі ақылдасады. Біздің әкеміз бұрында біз екеумізден Қасанды жақсы көруші еді. Енді Қасан елге барған соң құсты мен таптым, қызды да өзім таптым дер. Ал бізді аштан өлейін деп келе жатқан жерінен өзім тамаққа тойындырып алдым дер. Әкеміз екеуміздің байға жалданып, мал баққанымызды естісе, менің атыма дақ келтірдіңдер деп дарғасуы да мүмкін. Қайткен күнде де Қасанның көзін жою керек. Содан кейін құсты өзіміз тауып алып келдік дейміз дейді. Екеуі осылай етіп келісіп Қасанға келеді. Бізге құдықтан су алып бер дейді. Қасан мақұл деп беліне жіп байлап, терең шыңырау құдыққа түседі. Асан мен Үсен Қасан құдықтың дәл ортасына жетісімен жіпті пышақпен кесіп жібереді. Қасанды құдыққа тастағаннан кейін Асан мен Үсен қызды мен алам деп таласып қалады. Қыз екеуіне де тимей айдалаға қашып кетеді, қаңғырып кетеді. Асан мен Үсен құсты алып еліне келеді. Әкесіне құсты алып келгенін баяндайды. Патша Асан мен Үсеннен Қасан қайда, көріңдер ме деп сұрайды. Асан мен Үсен Қасан біздің айтқанымызға көнбей теңіздің суына шомылып жатқанда жайын жұтып қойды. Бірақ біз жайынды өлтірдік, Қасанның кегін алдық дейді. Патша Қасанның өлгенін естіп қатты қайғырып, басын көтермей күн-түн жатып алады. Дәл сол күні перілер ұйқысынан оянады. Пері патшасының қызы қапастағы құстың жоқ екенін біліп, қалаға жар салады. Қалтасындағы қатты көріп, құсты адамзаттың алып кеткенін біліп, пері патшасының қызы әскерімен құсты іздеуге аспанға ұшады. Қасанның әкесі бір күні өз орнынан тұрмастан құсты сайратыңдар деп бұйрық береді. Құсты алтын қапасқа отырғызып сайратады. Құс қайғылы, мұңлы үн, ащы дауыспен сайрайды. Дәл осы кезде аспанда ұшып, құсты іздеп кең аспанда кезіп жүрген перінің қызының әскерлері Қасанның елінің үстінен адам болып түсе береді. Аспаннан адам жауған соң Қасанның елінің адамдары үрейленіп, қорқып патшаға келіп тығылады. Пері патшасының қызы әскерімен құстың тұрған жеріне келіп, патшаны алдына шақырады. Патша жатқан орнынан тұрып, киімін киіп, белін буынып, Аллаға сыйынып, пері патшасының алдына келеді. Пері қызы патшадан сұрайды: «Ей, адамзаттың патшасы, мына құсты қай балаңыз алып келді? Соны маған көрсетіңіз, мен сіздің сол балаңызбен сөйлесер едім» дейді. «Ей, пері қызы, осы құсыңды мен түсімде көріп, бір көруге құмар болғаным рас. Алып келіңдер деп 3 баламды жұмсағаным рас. Ал сол 3 баламның екеуі аман қайтып келді. Ал ең кішісі, жақсы көретін балам қайтпады. Жолда балық жұтып кетті деп келді. Өтірік расын әлі анықтағаным жоқ. Ал сол баламның қайғысынан мына құсты осы бірінші рет көріп тұрмын. Ендігісін ана тірі келген 2 баладан сұраңыз» деді. Деп патша үйіне кетті. Пері қызы Асан мен Үсенді шақырып: «Қалай алып қайттыңдар? Соны айтып беріңдер» деді. Асан мен Үсен: «Қалай алып қайттыңдар дейтін несі бар? Жүйрік атпен бардық та алып қайттық» деді. Пері қыз айтты: «Сендер шындықтарыңды айтпай отырсыңдар. Бәрібір мен қазір құсты сөйлетемін» деп. Құс барлық шындықты айтып: «Сендердің сөздерің өтірік болса, бастарыңды аламын» деді де құсқа сөйле деп белгі берді. Құс жолда болған оқиғаның бәрін айтты.
Қасан ақкөңіл қайырымды жігіт екен. Жылап қоймаған соң ергенім рас. Қасан мені алып менің бұрынғы иемнің үйіне әкелді. Содан кейін бәріміз осы жаққа қарай келе жатқанымызда жолда азып-тозып ашығып келе жатқан Асан мен Үсенді кездестірдік. Қасан бұл екеуін тамаққа тойындырып, киім киіндіріп еді. Бұлар Қасанға қастық ойлап, құдыққа алдап түсіріп тастап кетті. Содан кейін менің бұрынғы иемді екеуі мен алам деп таласып еді. Ол қыз екеуіне де тимей айдалаға кетіп қалды. Олардың аштан өлетін уағы болған жоқ, әлі тірі болуы мүмкін деді. Пері қызының бір әскері жер жүзін 1 сағатта айналып шығатын жүйрік екен. Пері қызы сол жүйрікті жұмсады, ал Асан мен Үсеннің басын кесіп алды. Пері қызының мұнысына патша қарсы болған жоқ. Асан мен Үсеннің басы алынып болған кезде жүйрік пері Қасан мен қызды алып келді. Пері қызы Қасанның батырлығына, адамгершілігіне риза болып, құсты өз қолынан Қасанның әкесіне сыйлады. Патша пері қызына алғыс айтып, 40 күн той, 30 күн ойын жасады. Пері қызы әскерімен қонақ болды. Сонымен адамзат пен пері араласқан, қой мен бөрі араласқан үлкен той болыпты. Қасан өзінің адалдығының, батырлығының арқасында әкесін де риза қылып, мұрат мақсатына жетіпті.